Ауа райының қолайсыздығынан егінін жинай алмаған шаруалардың несиесін өтеу мерзімі ұзартылады. Бұл жаз бойы маңдай терін төккен диқандарға мемлекеттің көмегі. Қазір ел бойынша 16,2 миллион тонна астық жиналды. Алайда жауын-шашынның салдарынан ылғалдылығы 30%-дан асатын дәнді дақыл орылмаған. Елдегі егін орағына байланысты соңғы мәліметтер бүгін жарияланды. Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Сақташ Қасеновтың айтуынша, астықтың ішкі нарықтағы бағасы көтерілді. Биыл үшінші сұрыпты жұмсақ бидайдың тоннасы 42 мың теңге болмақ. Бұл өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Стандарт бойынша элеваторларда, мысалы кәсіпорындарда, оны сақтау үшін бір 13,5-14 ылғалдыққа төмендету керек. Ал енді сол шығыс көбейгеннен кейін айтып отырмыз, ол бағасы көтеріледі. Енді қазір өткен мынандай баға, мысалы сондай бидай 5-ші класс, арпа, ол болмаған баға. Бірақ оның бәрін түсініп отырмыз, ол мақтанып айтқан жоқпыз. Оның бәрі шаруашылықтардың шығысын азайту үшін жасалып отыр ғой.